Төртқара руынан шыққан ұлы тұлғалар. Төртқаралар ежелгі алшын тайпасынан тарайтын ру. Кіші жүздің әлемұлы рулар бірлестігінің құрамына кіреді. Дәстүрлі мекені Қызылорда облысы, Батыс Қазақстан өңірі және Өзбекстанның солтүстігі. Ұраны Айыртау. Таңбасының бейнесі сақталғанымен нақты атауы белгісіз. Десек те, Керейдің Ашамай таңбасына ұқсайды. Сонымен, Төртқарадан шыққан ұлы тұлғалар кім? Бұхара хандарының сардары және Самарқан шаһарының әмірі. Орбұлақ шайқасында қазақ жасақтарына болысып, Батыр Қонтайшының әскерін талқандаған қолбасшы. Қазақ пен өзбектің ортақ батыры Жалаңтөс Баһадүр. Қиын қыстау заманда қазақ халқының бірігуіне түрткі болған ұлы үш бидің бірі, әрі бірегей мемлекет қайраткері Әйтеке би. Ресей империясының, сосын кеңес үкіметінің отарлау саясатына қарсылық білдіріп, нәтижесінде халық жауы атанып ұлт жолында шейіт болған Былшық би. Қазақтың біртуар азаматы, әйгілі композитор және Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры. 200-ден астам әндердің авторы Кеңес Дүйсекеев. Есімі мені алғайсың әнімен күллі қазақтың жадында қалған жезтаңдай әнші және қазақтың еңбек сіңірген әртісі Мәдина Ералиева. Оның қайда атты әніне түсірілген бейнебаяны қазақ эстрадасы тарихында рекорд жасап, аз уақыт ішінде 40 миллион қаралым жинады. Дарынды танымал әнші әрі актриса Ерке Есмахан. Аталмыш айдарды кейбірі бөліну деп түсінуі мүмкін, бірақ бұл мүлдем олай емес. Тайпалар мен рулар қазақтың айнымас бөлігі. Біліп қана қоймай, мақтаныш етуге міндеттіміз. Келесіде қай рудың тұлғалары жайлы баяндайын. Пікіріңізді жаза кетіңіз. Сондай-ақ парақшама жазылуды ұмытпаңыз.